Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеомда осындай косый өрнегін спицпен қалай тоқуды көрсететін боламын. Алдымен бір оң, бір теріс, бірнеше қатар резинка тоқып аламыз. Бұл өрнек шарфқа, свитерға өте әдемі түсетін өрнек. Менің қолданып жатырған жіпім осындай монгольский жіп, 100% кашемир жұқа болғандықтан мен екі жіпті қосып біріктіріп тоқып жатырмын. Және осындай қосымша жібі бар. Жұмсақ әрі тоқуға ыңғайлы жіп. Есептегенде 12 ілмек кетеді. Негізгі косыйдың өзіне 6 ілмектен тоқып жатырмын. 3-3-тен. Жаңа екі жанында теріс бағытта 2 ілмек, оң бағытта 2 ілмек болады. Алдымен оң бағыттағы бір ілмекті тоқып аламыз. Алдыңғы жағынан осылай іліп отырып, екінші теріс бағыттағы ілмекті теріс тоқимыз. Енді бізге осы ілмектерімізді алмастыру арқылы узор тоқитын боламыз. Алдыңғы 3 ілмекті бірінші спицқа іліп аламыз. Тоқымай тек өзін іліп аламыз. Екінші бізге қосымша неге спиц қажет болады. Осындай спиц қажет. Екінші оны артқы 3 ілмекті соған ілетін боламыз. Екеуін алмастырамыз. Жаңағы крестик жасаймыз, Сонда жаңағы бірінші ілген спицтағы ілмекті кері спицқа өткіземіз. Екінші қосымша спицтағы ілмекті өткізу арқылы оң бағытта тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Міне узорымыз тоқылды. Енді теріс бағыттағыны теріс, оң бағыттағыны оң қылып тоқитын болады. Бұл узор өзгермейді. Осындай әдемі өрнек шығатын болады.